қазақ тілінің мәселесі өткір қойылып жүр ғой, сондықтан қазіргі сөз сөйлейтін Владимир Козлов осы басқа ұлт өкілдерінің ішінде қазақ тілін шын ниетімен, бар жан ниетімен меңгеріп жүр. Сондықтан сөз Алға партиясының үйлестіру кеңесінің төрағасы Владимир Козлов деген бір қазақтың жігітіне беріледі. Құрметті азаматтар, достар, бүгінгі митингге тақырыбы біздің келешек балаларымыздың болашағы. Жер қойын халық байлығы. Отанды сатып жүрген адамдар өз елдің сақтандар. Наша с вами тема – это наше с вами будущее. Это будущее наших детей на нашей земле. Те, кто сегодня торгуют Родиной, предают наш народ. Здесь много сказали о том, как именно происходит эта продажа. Я думаю, что каждый из нас, из тех, кто сейчас здесь стоит, и кто согласен с тем, что здесь говорится, каждый из нас должен провести там, где он живет, свой маленький митинг с соседями, с друзьями, с коллегами. Эта тема наиострейшая для нашей Родины, для нашего народа. Но об этой теме провластные СМИ не скажут. Поэтому каждый из нас должен стать глашатаем нашего будущего, нашей свободы. Для художников-карикатуристов, если они здесь есть, я бы хотел предложить такую картинку нашего с вами сегодня. Зять торгует, тесть крышует, а Масяня на красном драконе с камчой говорит, что и как нужно делать. Нужна нам такая картинка? Не нужна. Спасибо. Күлекеңнің аттан Қазақстанын естіп, аттан амантай жетіп кеп жүрмесін. Біздің аттанымыз сондай ғана болып тұр. Күлеміз, жалғыз амантай комик болды. Қазақ халқына сондай күлкі қалып отырмыз. Айғайламыз, айтамыз, сөзіміз дәрменсіз, қуаты жоқ. Ана жақта отырған Астанадағы мызғымас, былқ етпес Назарбаевтың билігін сескендіре алмайды. Сондықтан да міне халықтың жуастығын, халықтың көнбістігін, халықтың алданғыштығын, ертеңгі болашақтағы ғажап өмір деген ертегіге сенгіштігін пайдаланып, халықтың рухын өшірді. Рухы бар халық дәл бүгінгідей жағдайға өз елін жеткізбейді. Біз 1 миллион гектар жер Қытайға жалға беріледі деген әңгіме шыққан кезде дүр етіп көтерілдік. Қайтадан басылдық. Соның басылғанын күтіп отырған билік енді сол жерді берудің басқа амалын тапқан. Ол жаңағы ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін кәсіпкерлер өздері келісіп, бірігіп, бірлескен шаруашылық құрып, соя, рапс, тағы басқаларын өндіру керек дейді. Биліктің сөзін сөйлеу үшін ұсақ-түйек вице-министрлер не болмаса бір аграрлық саланы басқарушылар айтады, елдің азық-түлік қауіпсіздігін сақтау үшін осындай нәрсе керек деп. Шерхан Мұртазаның сөзімен айтқанда атасының басы. Елдің азық-түлік қауіпсіздігін олай сақтамайды, ауылға көмектесу арқылы, қаражат бөлу арқылы, техника беру арқылы жағдайын жасайды. Жерді жалға беру, желкеге мінгізу деген жасалаштың қалажын қараңыздар. Бұлай бұрып қаратыңыздаршы көпшілікке. Мына қалажды бұрып қараңыздар. Осы сурет көз алдымызда тұру керек. Әрбір қазақ елінде тұратын азаматтың ұлтына қарамастан кім боласың, жерді жалға берсең, желкеге мінгізсең, құл боласың. Ал құл деген кім?
Ешкім емес ол. Ешкім емес. Ол мемлекеттің иесі емес, жердің иесі емес. Керек десеңіз өзінің отбасында иесі болмайды. Бізді алдау сұратады. Қазақстанда тұратындарға жер жалға 49 жылға береміз дейді. Мәңгі бақи беретін дейді. Ал оларға 10 жылға дейді. Сол 10 жылын ойлап көріңізші. 10 жылда Қытай келді. 10 Қытай келді. Бір ауылға. Сол ауылдағы күнкөрістің тауқыметін тартып, аштықтан естерін білмей отырған әйелдеріміз соға тұрмысқа шығады. 5 бала тауып береді 10 жылда. 10 Қытайыңыз қанша болады? 10 жылдан кейін кете ме? Кетпейді. 10 жылдың ішінде сол жер не болады? Тоздырып бітіреді. Қытайдың қазір алмасы келіп жатыр, басқасы келіп жатыр. Базардан амал жоқ, ақшасы жоқтықтан ғана арзан күйде болады. Ал сол тамақ не істеп жатыр? Біздің денсаулығымызды бүлдіріп жатыр. Біздің ұрпағымызды бүлдіріп жатыр. Бізді үнсіз нейтрон бомбасындай қырып жатыр. Бұл жарияланбаған соғыс, байқалмайтын соғыс. Біз соған қайып аузымызды ашып отырмыз. Егер ауыл шаруашылығына қаражат салу керек болатын болса, солар айтқан инвестиция деген бәлекетке мұқтаж болса, а неге Назарбаев өзінің миллиардтарын салмайды? Неге қыздар мен күйеу балаларының миллиардтарын осы ауыл шаруашылығына салмайды? Инвестицияға ақша жоқ па? Бар ғой. Мен осы сіздердің көпшіліктің атынан еліміздегі ең бай ауқатты қазақтарға, ана басқаларға емес, олардан үміт жоқ. Назарбаевтан бастап, соның әулетіндегі және соның төңірегіндегі миллиондар мен миллиардтарды қалтасына басқандарды, ауыл шаруашылығына сол қаражатты инвестиция ретінде сал. Қытайға жер бөлу әңгімесін тоқтат деген талап қояр едім. Қолдайсыздар ма? Демек, Қытайға жер берудің сылтауы жоқ. Ол бізге мемлекеттілікті жою, тәуелсіздікті жою, елді құлдыққа айландыру. Бұл өте үлкен саясат, қате саясат. Егер айыптан басқаша бір жағдай бол, ертегідегідей, Абылай хан бастап, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би келсе, Базарбайдың баласы 95 мырза кел мұнда деп қастарына шақырса, не істеп отырсың? Халықты қалай басқарып отырсың? Бізге өз аузымен айтшы десе, Назарбаев не айтар еді? Ал Абылай хан не айтар еді? Үндемей білгенін істей береді, ол істей. Мынау елді аздырғаның, жерді тоздырғаның, бәрінде жемқорлықпенен кім көрінгеннің уысына ұстатып жібергенің үшін жауап бересің десе, биліктен кетесің, елден кетесің деп қаресекті ерттеп дайындап қойып, ал мен де жөніңе кет десе, қалай болар еді? Меніңше сол бабаларымыз қазір тіріліп келсе, дәл осындай талап қояр еді. Ал сол бабалардың батыр ұрпақтары, Қарасайдың, Наурызбайдың, Райымбектің, Қабанбайдың қайдасыздар? Қайда солар? Жерге қауіп төнгенде неге сол жерді қорғауға аттандап шықпаймыз? Аттанды Гүлжан айтуы керек па? Бір Гүлжан, халық айтуы керек. Біз айтамыз, кетеміз, ішіне көз көрмейді. Оны өзгерту үшін не істейміз? Біз меніңше Жетекте қалды. патриоттардың, шын мәніндегі патриоттардың штабын құруымыз керек. Ол штаб әр ауылда болу керек. Егер қысық көз қазақтың тілін білмейтін жерге келген басқа біреу болса, дереу штабқа хабарлау керек. Дереу сол жерде ағайынды ел жұртты басын қосып, бізге ондайдың керегі жоқ. Бұл жерді өзімізде игереміз. Бұл жерге себетін нәрсені өзімізде себеміз. Қытайға рабсыздан соя керек болса, ақшасын берсін де алып кетіп тұрсын. Шекарадан бері аттатпа деген талап қою керек. Қазақтың бір қадам жері жалға берілмеу керек. Жерді жалға бергенің, желкеге мінгізгенің құл болғаның. Біз құл болуға көнбейміз. Рахмет. Сөз Совет одағының батыры Николай Кременишке беріледі. Добрый день, друзья.
Мало в нашей стране проблем. Сегодня мы еще в одну крайность кинулись. Буквально недавно было принято решение ввести наших военных в Афганистан.